Алтын өзінің бұрын соңды болып көрмеген 50 жылдық тарихындағы бағаға жетті. Алтынның сіз дәл қазір 1 грамын 75 мың теңгеге сатып аласыз. Ал нарықтағы 1 унциясының бағасы $4000 астам долларға саудалануда. Оны мына графиктен көре аласыздар. Неге алтынның нарықтағы 1 унциясының бағасы дәл қазір $4330 болып тұр. Көбісінде қазір сұрақ пайда болуы мүмкін, яғни біз алтынды қашан сатып аламыз және қашан сатамыз деген. Ескеру керек, алтын ешқандай дивиденд бермей-ақ, ешқандай зат өндірмей-ақ жай жылтырап жатса да, соңғы 20 жылда алтын Американың алып компанияларын басып озды. Оны біз графиктен де S&P 500-ді және алтынды салыстырып көріп білсек болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, S&P 500 индексі бізде соңғы 20 жылдық тарихында 500%-ға өскен болса, алтын бізде соңғы 20 жылда 900% өсім берген. Ойлаңызшы, жай ғана ештеңе өндірмейтін, жай жылтырап жатқан алтын алып ең мықты деген Amazon, Apple, Microsoft сияқты алып компанияларды басып озды. Енді көбісінің сұрағы, алтын қай бағаға дейін өсуі мүмкін? 6 жылдық тәжірибесі бар инвестор трейдер ретінде өз ойымен бөлісетін болсам, алтынның өсуінің шегі жоқ, барлығы тек адамның ашкөздігінің шегіне байланысты. Алтынды қашан сатуға болатындығын анықтау үшін сіздерге бір лайфхакпен бөлісіп өтейін. Егер көрінген адам сізге келіп алтын сатып алуды ұсынса, таныстарыңыз, жақындарыңыз барлық ақшасын сол алтынға айырбастап жатса, тіпті таксистің өзі сізге алтын сатып алу керек деген идеяны айтатын болса, демек, онда бұл алтынның бағасының өз шегіне жеткен дегенді білдіреді. Және де өзіңіздің пайдаңызды фиксировать ететін кез келді деген бір кішігірім белгілердің бірі болып табылады. Егер сізге трейдинг, инвестиция саласы қызық болса, төменге комментарийге сабақ сөзін жазыңыз, мен сізге өте пайдалы сабақтарды тегін жіберетін боламын.